Саламатсыңдар ма? Бүгін 143-ші сабақты өтеміз. Менің каналымда барлық сабақтар түсіндірмесімен және жауаптармен. Сабақ ұнаса каналға тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырма. Мына берілген төмендегі амалдарды орындап және мәндерін өз суретімен қойсақ, мақал шығады. Бірінші орындайтын амалымыз. Жақшаның іші орындалады. Баған түріндегі орындалу жолы міне. Екінші бөлу амалы. Үшінші орындалатын амал тағы бөлу амалы және азайту амалы. Есептің жауабы 136. Екінші есепте алдымен мына екі санның көбейтіндісі. Жақшаның іші орындалады, сосын көбейтінді және үшінші азайту амалы. Мұнда баған түріндегі есептелу жолы. Есептің жауабы 109. Үшінші амалдың орындалу реті. Бірінші жақшаның іші, кейін көбейту, сосын барып бөлу амалы. Есептің жауабы 705. Мына есепте 316 шығады. Мәндерін өз суретімен қоямыз. 109, 136, 316, 705. Сәйкесінше біздің мақал шықты, судың да сұрауы бар. Екінші тапсырманы шығарайық. Екінші есепте міне мен көрсеткенде былайынан Эйлер-Вен диаграммасын құрып аласыңдар. Бізде есепте шартында берілген С жалпы тік төртбұрыштар жиыны. А бізде тік төртбұрыштар жиыны, С дегеніміз төртбұрыштар жиыны. Ал В шаршылардың жиыны. Енді мұнда берілген суретке қараймыз. Мұнау бізде шаршы. Ол В жиынына жатады. Мұнау тік төртбұрыш. А жиынына жатады. Ромбы. Ромбының барлық қабырғасы тең. Яғни шаршы секілді. Бұл В тобына жатады. Параллелограмм бұл тік төртбұрыштар жиыны және трапеция бұл тік төртбұрыштар жиыны. А, Б, С жиындарын жазып алдық және оған жататын элементтерді жаздық. Енді біз айталамыз. А, Б, С жиынының ішкі жиыны. Есебіміз шықты. Үшінші есепте мұнда А жиыны белгіленген және оның элементтері. Біз мұны мынада 2 жиынға және мынада 3 жиынға бөліп анықтай аламыз ба, соны тексереміз. Міне біздің бастапқы А жиынымыз. Енді мына екінші дөңгелекте біз А жиынына мына элементтерді жатқызып, Б жиынына мына элементтерді жатқыздық. Сәйкесінше А жиыны жалпы аралас сандар жиыны болса, Б бізде 3, 11, 33, 9-дан тұратын тақ сандар жиыны болады. Есептің жауабы Б А жиынына тиісті. Үшінші дөңгелекте біз 3 жиынға бөліп қарастырамыз. Б жиынында бұл шеңберде біз айталамыз. Б С жиыны, А жиынның ішкі жиыны. Есебіміз шықты. Төртінші тапсырманы шығарайық. Эйлер-Вен диаграммасын сызамыз. Мұнда 3 жиынды бейнелеп көрсетеміз. Бірінші N жиыны. Бұл 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Яғни мұндағы барлық сандар кіреді. А жиынына 30-дан кем 2 таңбалы натурал сандар жиынын жазамыз. 20, 24, 17. Екеуде 2 таңбалы сан. Б жиынында 30-дан артық және 30-ға тең 2 таңбалы натурал сандардың жиынын жазамыз. Ол бізде 30, 28 және 45-ке тең. Балалар, жалпы естеріңе салып кетейін, натурал сандар жиыны дегеніміз 0-ден 1, 2 ары қарай шексіздікке кете беретін, яғни санауға болатын сандардың жиынын айтамыз. Бұл жиынды жалпы қорытындылай аламыз. А, Б жиыны, N жиынының ішкі жиыны. Есебіміз шықты. Бесінші тапсырма. Онда да 3 жиын белгіленген. Қызылмен, жасыл және көкпен дөңгелектенген. Есептің шартында берілген. Бірінші жиын 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны. 100-ді жазамыз және одан кем кез келген натурал сандардың жиынын жазамыз. Менде ол 100, 91, 58, 0, 7, 26, 51 және 43. Екінші жиын. Бір таңбалы натурал сандар жиыны. Ол 0 мен 7 деп алдым. Үшінші жиын. 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Сәйкесінше бұл 3 жиын бізде Эйлер-Вен диаграммасындағы орналасуы осылай.
бізден сұрап тұр 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны қандай түспен бейнеленген. Ол бізде бірінші жиын қызылмен бейнеленген. Есебіміз шықты. 6-шы тапсырма, суды ластау көздерін ата. Суды ластанудан қалай қорғануға болады дейді. Біз мына берілген өрнектерді шығарамыз және мәндерін табамыз. Сонда оларды өсу ретімен атағанда ең ірісі қайсысы? Сол бізде ластау көздерінің ең ірісі болып табылады. Міне, бірінші өрнектің мәні 216, одан кейін 327, 406, 877. Барлығын өсу ретімен орналастырып шықтық. Ең үлкені бізде мынау. Ауыл шаруашылық өндірісінің тазартылмаған суы. Ең лас су көздерінің бірі екен. Есебіміз шықты. 7-ші тапсырманы шығарайық. А, Ә, Б варианттарын. А нұсқасында берілген. Бізде шүмек дұрыс жабылмаған. Тәулігіне 20 литр су ағып кетеді. Егер балалар 3 шүмекті дұрыс жаппай ұмытып кетсе, бір тәулікте қанша литр су ағып кетеді? 2 тәулікте ше, 3 тәулікте ше, осыны анықтаймыз. Есепті шешу үшін 20-ны 3-ке көбейтеміз. 60 бұл бір тәулікте ағып кететін судың мөлшері. Енді 60-ты 2-ке көбейтеміз. 120. 2 тәулікте 120 литр су ағып кетеді. 60-ты 3-ке көбейтеміз. 180 бұл 3 тәулікте ағып кететін судың мөлшері. Дәл осылай міне жауаптарын жазып шықтық. Есебіміз шықты. Ә тапсырмасында бізде пәтердегі құбырдан су тамшылап тұр. Тамшылаған судан 6 минутта 1 стакан су толады. Ал бізде 1 литр суымыз 5 стаканға тең. 1 сағатта қанша литр су ағып кетеді? Ал 1 тәулікте ше дейді. Есепті шешу үшін 5-ті 6-ға көбейтеміз. 30. Бұл 30 дегеніміз 1 литрдағы су 30 минутта толғанын білдіреді. Енді 1 сағатта бізде 60 минут бар. Демек, 1 сағатта 2 литр су кетеді екен. Енді 1 тәулікте 24 сағат бар. 24-ті 2-ке көбейтеміз. 48. Есептің жауабы 1 сағатта 2 литр су, 1 тәулікте 48 литр су ағып кетеді. Есебіміз дұрыс шықты. Б тапсырмасында үйіліп тұрған ыдыста суды қатты ағызып жуғанда 100 литр су жұмсалады. Ал біз күніне 3 рет жуамыз ыдысты. Ал оны үнемдеп 20 литр суды кетіріп, күніне дәл сондай 3 рет жуамыз ыдыстарды. Бізден сұрап тұр, суды үнемдесек, бізде қанша литр суды үнемдеуге болатынын анықтауымыз қажет. 100-ді 3-ке көбейтеміз, 300 литр. Бұл бізде суды барынша қатты ағызып жуған кездегі кететін судың мөлшері. 20-ны 3-ке көбейтеміз, 60. Бұл суды жаңағы кранды бар ғой, соны тығындап үнемдеген кездегі кеткен судың мөлшері. Енді 300-ден 60 тағамыз, 240. Есептің жауабы 240 литр су үнемдеуге болады. Есебіміз дұрыс шықты. 8-ші тапсырманы шығарайық. Суретте бейнеленген фигураларды сызғыштың көмегімен өлшеп жазамыз. Бұл бізде ромбы берілген. Оның әр қабырғасы 2 сантиметрге тең. Ромбының периметрін табу үшін барлық қабырғасын қосамыз. 8 сантиметр. Келесі көп бұрыш. Әр қайсы 1 сантиметр қабырғалар. Периметрін табу үшін барлық қабырғасын қосамыз, сонда 6 сантиметрге тең екен. Соңғы фигурамыз бізде трапеция деп аталады. Трапецияның міне үлкен табаны 2 сантиметр. Мына екінші жақтағы табаны 4 сантиметрге тең. Мына екі қабырғасы бүйір қабырғасы деп аталады. Ол 2 сантиметрге тең. Периметрін табу үшін барлық қабырғасын қосамыз, 10 сантиметр. Есебіміз шықты. 9-шы есепті шығарайық. Соңғы 9-шы тапсырмамыз қалды. Бізде бөшкеде 28 литр су бар. Және сыйымдылығы 7 литр шелек пен 4 литрлік ожау бар. Мына бөшкеден шелекке 6 литр суды құюымыз қажет. Осы мына барлық біздің бар ыдыстарды пайдаланып, қалай 6 литр су құю қажеттігін анықтаймыз. Алдымен
Бірінші қадам, бөшкеден 7 литрға су құямыз. Екінші қадам, осы 7 литрдан 4 литрға суды құямыз. Сонда бізде 7 литрда бізде 3 литр су қалып тұр. 4 литр суды, 4 литрдің ішіндегі суды біз қайтадан бөшкеге төгеміз. Келесі қадам, осы 7 литрдағы 3 литр суды 4 литрлік ыдысқа қайтадан құямыз дағыны. Сонда 4 литрлік іште бізде 3 литр су болды. Бесінші қадамда 7 литр суды қайтадан құямыз. Алтыншы қадамымыз 7 литрдан біз 4 литрға құямыз. Сонда бізде 4-те бізде 1 литр су қалып тұр. Онда 7 литрлік шелектің ішінде бізде 6 литр су құйылды. Болды, есебіміз шықты. Барлық есептер шықты. Сабақ ұнаса каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.